Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Талдау, қайта жоспарлау. Бұл бөлімде неге назар аударуымыз керек? Іс-әрекеттегі зерттеуде талдау, қайта жоспарлау қалай жүргізіледі? Зерттеу мәселесі анықталғаннан кейін тізбектелген 4 сабақ өткізіледі. Бірінші сабақты жоспарлау барысында оқушылардан алынған деректерге сүйене отырып жоспарланады. Әдісті іс-әрекетті зерттеуші мұғалім өз таңдайды. Қандай әдіс таңдаса да болады. Бірінші сабақты жоспарлап болған соң, іс-әрекетті зерттеуші өз әріптесіне зерттеуге алынған оқушыларын бақылауға ұсыныс білдіреді. Бірінші сабақ аяқталған соң, бақылаушының парағына, оқушының жұмысына және тағы да басқа деректерге сүйене отырып талдау жүргізіледі. Талдау барысында әдіс қаншалықты зерттеу мәселесін шешуге көмектесе алды, немесе көмектесе алмады, немесе кішкене болса да өзгеріс болды. Міне осы 3 мәселе қарастырылады. Егер әдісті қолдану барысында аз да болса өзгеріс байқалса, онда келесі сабақта осы әдісті жетілдіріп қолдануға болады. Ал егер әдіс мүлдем көмектеспесе, онда басқа әдісті қарастыру қажет. Екінші сабақ аяқталған соң тағы да талдау жүргізіледі. Талдау жүргізілу барысында жоспардан алынған әдіс қаншалықты әсер етті? Зерттеу мәселесін шешуге көмектесе алды ма? Оқушының орындаған тапсырмасы дәлел бола алады ма? Міне осы мәселелер қарастырылады. Осы алынған деректерге және бақылау парақшасына сүйене отырып, үшінші сабақ жоспарланады. Үшінші сабақ аяқталған соң тағы да талдау жүргізіледі. Талдау жүргізілу барысында тағы да оқушының жұмысына, оқушынан жиналған дерекке және бақылау парақшасына сүйене отырып, төртінші сабақ жоспарланады. Төртінші сабақ аяқталған соң толық талдау жүргізіледі. Зерттеу мәселесі шешілді ме? Егер мәселе шешілсе, оның дәлелі қайсы? Егер шешілген жағдайда, онда келесі мәселені қарастыруға, зерттеуге алуға болады. Сондықтан алынған мәселе шешімін табатындай болу керек, өте ауқымды болмау керек. Егер зерттеу мәселесі ауқымды болса, онда ауқымды мәселені бөліп-бөліп шетінен қарастырады. Міне осылай тізбектелген сабақтарды өткізе отырып, толық талдай, талқылай, қорытындылай келе зерттеу мәселелері шешіледі. Әрі қарай келесі зерттеу мәселесін шешуге көшеді. Егер зерттеу мәселесі шешілмеген жағдайда, онда қайтадан сол мәселеге кірісіп, тізбектелген сабақтар қайта өткізіледі. Қорытындылай келе, іс-әрекеттегі зерттеуде зерттеу мәселесін тізбектелген сабақтардан басқа, сыныптан тыс жұмыстармен де, оқушымен жеке жұмыс жүргізу арқылы да шешуге болады. Яғни сыныптағы зерттеу мәселесі осындай жұмыстар жүргізу арқылы шешіледі.